Бір ағаш тарсылдап құласа, гүрсілдеген дауыстар естиміз. Ал мыңдаған ағашы бар бір орман өсіп шықса, еш дыбыс естілмейді. Иә, солай. Кейбір жандар өскеніңді, өнгеніңді көрмейді. Тіпті көңіл де аудармайды. Ал құласаң, ондай жандарға ұқсама. Ешқашан биік шыңға шықтым деп, асып тасудың керегі жоқ. Аяғың сәл тайып кетсе, жерден табыласың. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір оған өзі ақ жазасын береді. Қайсы бір жүрек кешірімді болса, тыныш өмір сүреді. Тағдырға разы болған жан бақытты ғұмыр кешеді. Алланы әрдайым мадақтап жүретін адам таңды жылы жүзбен атырады. Байқап көр. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ. Сынақтар жай уақытта көрінбейтін қабілеттерді оятады. Қандай қиындыққа тап болсаңыз да, оған күліп қараңыз. Себебі проблеманы жаратқан да, оны шешуші де жалғыз Алла Тағала. Алла Тағалаға сенім артыңызда, қайғы-мұң тұңғиығына батудан аулақ болыңыз. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін бетпердесі бар. Қатесі ең көп адамдар, өзгелердің қателігін ең көп сөз қылушылар. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың. Жаның ауырып тұрса да күлімде, сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Біреу сені ренжітсе, сенің кінәң емес. Біреу жаныңды жараласа, сенің кінәң емес. Біреу сеніміңді ақтамаса, сенің жазығың жоқ. Біреу сенің сағыңды сындырып тастаса, сен жазықты емессің. Біреу көкірегіңнен итерсе, сен кінәлі емессің. Жылама да, ешкімді жазғырма да. Біреуден үміт күтпе де. Бар болғаны қасқайып қарсал. Адамның сәттілікке жетуін, оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтан өткеніне қарап бағалау керек. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы керек. Бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзанқол достар мен дұшпандарың көбейеді. Ешқашан ақталма, достарың ақталуыңды талап етпейді, дұшпандарың бәрібір сенбейді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді. Сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді. Бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Бұл өмірді беріпті ғой азапқа, қызық қуып, бос өткізіп азайтпа. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз, олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген, көп нәрсеге қол жеткізеді. Күлдіріп тұрып, жылатады өмір. Көтеріп тұрып, құлатады өмір. Етегің толып еңіреген кезде, қайтадан өзі жұбатады өмір. Үмітіңді үзіп, түңіле көрме. Құлап тұрып, гүл атады өмір. Үп деген желге дірілдей берме, шыдамдылықты ұнатады өмір. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Уақыттың өтетіні рас, көп нәрсенің ұмытылатыны да рас. Бірақ өмір бір-ақ рет беріледі деген өзіміз білетін қағида бар. Ол қандай заманда, қандай жағдайда өтсе де бәрібір қымбат.
Сондықтан өз басым өткенге өкпе жүрмейді деп ойлаймын. Өткенге тек тәубе жүреді деп ойлаймын. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дердің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Біреулерді өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр, оның жолдағы шалынған әр тасына шалын, оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Сен күн болсаң да, тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма. Себебі күнге күйе жағылмайды. Өздерін басқалардан биік ұстайтын көкірек адамдар ұнамайды. Кейде оларға ақша беріп, өз бағаңды білде, қалғанын қайтарып берші дегім келеді. Егер сізді өсектесе, қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Неліктен жылаған кезде адам жеңілдеп қалады? Себебі көз жастарымен бірге қайғы, өкпе мен реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады. Бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Ең бастысы өзіңе сен. Маңыңдағы адамдардың көзқарасы күнде өзгереді. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Естігендеріңнің ең тәуірін жазып жүріңдер. Жазғандарының ең жақсысын есте сақтаңдар. Ал есте сақталғанның ең көркемін ғана айтып жүріңдер. Қуаныңыз біреу сізді жамандаса. Ренжімеңіз, мән бермеңіз оған аса. Ғайбат айтып күнәсін арттырады, жақсы емес пе күнәңізді арқаласа. Жаман десе жаман боп қаласыз ба? Ақталмаңыз жамандаған санасызға. Әр сөзіне өзі жауап береді ғой. Ит қапты деп сіз де оны қабасыз ба? Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Жақыныңа қанша жерден жақсы боламын десең де, жақпайсың, қадіріңді білмейді. Ешқашан ешкімге қадірлі екеніңді түсіндіріп әуре болма. Өйткені сенің қадіріңді сен жоқ кезде, немесе сен өлген кезде түсінеді. Өкініштісі ол адам сол кезде қатты қателеседі және кеш қалады. Алланың саған деп жазғаны өзгеге бұйыруы мүлдем мүмкін емес. Біреуге күншілдік көрсетіп, іштарлық танытуың, өзіңді одан төмен екеніңді мойындауың. Жүрегіңді таза ұстап, пейіліңді тарылтпа. Алламен бірге болсаң, Алла сені қорғайтынына, ризықтан кенде қылмайтынына күмәнің болмасын. Ниетің мен пейілің түзелген сайын, Алла халіңді жақсартады. Өзгеге жақсылық ойлаған сайын, жақсылық саған ойламаған жерден келеді. Ал өзгелерді бақытты ету үшін өмір сүрген адамға ұлы жаратушы оны бақытты ететін адамдарды нәсіп етеді. Құрметті тыңдарман, әрбір тіркелу біз үшін өте маңызды, және сіздердің қолдауларыңыз арқылы қазақша арна дамып, өркендейді. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.